Сәлем достар, бұл уақытпен өлшеу YouTube каналы. Біздің каналда жалпы елімізге және әлемге белгілі танымал адамдарды уақыт қалай өзгерткені жайлы болмақ. Уақытпен өлшеу каналының кезекті видеосы көпшіліктің көңілінен шыққан жаралы сезім фильміне арналмақшы. Фильмді жетімдер, менің де атым Қожа, Брат мой Борат, Агент, Көк жалдар, Айша, Астанаға көктем кеш келеді, Ашаршылық фильмдерінің режиссері Еркін Рақышев 2007 жылы түсірген. Бұл фильм Еркін Рақышевтың алғашқы туындыларының бірі. Сол себепті бұл киноны түсірерде режиссер өз үйін кепілге қойып, банктен кредит алып түсірді деген мәліметтер де бар. Еркін Рақышев әр түсірген фильмінде қоғамда болып жатқан маңызды мәселелерді көтереді. Жаралы сезім фильмінде қарапайым қазақ отбасынан шыққан Қанат пен ата-анасы ауқатты тұратын Ара есімді жастардың махаббат оқиғасына негізделіп түсірілген. Екеуінің қосылуына Арайдың ата-анасы қарсы болып, бірнеше жылдан кейін екеуі алақандағыдай Алматыда кездеседі. Драмалық фильмді кейін қазақстандықтар DVD-дан көріп, екі жастың махаббатын талқылаған еді. Арайдың Көктөбеден Алматы алақандағыдай көрінеді, және Иванның күніне қазақша бір сөз жаттап отырдым дегенін әлі ешкім ұмыта қоймаған шығар. Қазіргі таңда түсірілгеніне 17 жыл болған бұл фильмнің актерлары қазір қайда? Оларды уақыт қалай өзгертті? Олай болса, әрі қарай көреміз. Қалай ма? Алақандағыдай деймін. Алақандағыдай. Фильмнің басты рөлдерінің бірін сомдаған Қанатты актер Берік Арықбаев ойнады. Берік Арықбаев Ресейдің қазағы екен. Алғаш түсіру алаңына келгенде бір ауыз қазақша білмепті. Қазір Алматының тұрғыны, отандық арнада режиссер болып жұмыс жасайды. Берік жаралы сезімнен кейінде біраз фильмдерге түсіп үлгерген. Бір-екі рет ұлттық арнаның жайдарман ойындарында да қонақ ретінде көрінді. Бір-екі жыл бұрын сағынған көрермендер Беріктің сұхбатын әйел бақыты бағдарламасынан көрді. Қазір Берік режиссер қызметінде жұмыс жасауда. Әзірге актер ретінде көрінген жоқ. Берік Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясын кино және телевизия режиссері мамандығы бойынша тәмамдаған. Фильмде Қанаттың сүйіктісінің рөлін сомдаған Арайдың шын есімі Регина Шамгунова. Алматы қаласында 10 қаңтар 1988 жылы дүниеге келген. Басты кейіпкер Арай рөліне 200-ге жуық үміткер болған екен. Режиссер бұл рөлге Регина Шамгунованы таңдапты. Регина сол кезде көгілдір экраннан жарқ етті де, кейін фильмдерге түспей кетті. Себебі Регинаның өзі сұхбаттарының бірінде кәсіпқой актриса емес екенін айтқан. Бүгінде Регина Шамгунова тұрмыста. Балалары бар. Инстаграм желісіне ұлымен түскен суреттерін жариялайтын Регинаға оқырмандары көгілдір экраннан қайта көргілері келетінін айтып көп пікірлер қалдырады. Алайда Регина бұл пікірлерді үнсіз қалдырып келеді. Ал фильмде бокс лақабатымен белгілі Ақылжан Мақашев кино әлемінен алыстамаған. Фильмде Қанаттың адал достарының бірін сомдайды. Актер жаралы сезімнен кейінде бірнеше фильм сериалға түскен. Оны Сүр бойдақ, Судағы із, Әке серті, Қақпан секілді сериалдардан әнші Бүркіт түсірген Логово фильмінен көруге болады. Бұл Иван. Ұлты орыс болса да, қалың көрермен оның қазақ тілінде сайрап сөйлейтініне таң қалатын. Фильмде айырылмас дос болған 4 жігіттердің ішіндегі ең көңілдісі. Иванның шын есімі Виталий Куприянов. Ол Жүргенов атында Қазақ ұлттық өнер академиясын бітірген. Жаралы жүректен кейін Виталий Обратная сторона, В городе А және Виртуальная любовь фильмдеріне түскен. Бірақ бұл фильмдер жаралы сезім сияқты халықтың көңілінен шыға қойған жоқ. Виталий үйленген 3 баласы бар, кино саласынан бөлек бірнеше театрларда актер болып ойнайды. Карантин кезінде түсіріліп, елді шулатқан фильмдердің бірінде Куприяновтың есімі қайта жарқ етті. Ол атақты 532 сериалының 5-ші бөліміне түсті. Онда студент қыздарға шабуыл жасайтын маньяктың рөлінде ойнаған. Фильмде Қанаттың жақын достарының бірі Сократтың рөлін Еркебұлан Тасынов алып шыққан болатын. Еркебұлан Тасынов бүгінде режиссерлік қызметпен мықтап айналысып жүр. Режиссер ретіндегі ең алғашқы жұмысы 2008 жылы шыққан «Ұялы телефон» фильмі. 2015 жылы хабар арнасында тасынып қоюшы режиссер болған «Көршілер» сериалы шықты. Одан шалағазақ өмір секілді фильмдерде бой көрсетіп, көрерменнің ыстық ықыласына бөленіп келеді.
Еркебұлан басты рөлде ойнаған «Өмір» фильмі таяуда ғана Оскарға ұсынылғаны хабарланған. Бұл қазақ халқы үшін де, Еркебұлан Тасынып үшін де үлкен жетістік деп білеміз. «Жаралы сезім» фильмінің ең тәтті кейіпкерлерінің бірі Айкоша. Фильмде ол өзінің кішкентай болса да, керемет актерлық шеберлікпен ойнауының арқасында халықтың назарына бірден ілікті. Сол жылдары Қанаттың қарындасының рөлін сомдаған Айкошаның биін қайталап, ол сияқты фильмге түскісі келетін қатарластарда көбейген болатын. Айкошаны Меруерт Қасымбек сомдады. «Жаралы сезім» Меруерттің түскен алғашқы фильмі болса да, оның жұлдызын жағып атақты еткен фильмі «Жетімдер» еді. Бұл фильмде Меруерт басты рөлді, яғни Аружан есімді жетім қыздың рөлін сомдайды. Бұдан бөлек «Менің де атым Қожа», «Кеш келген махаббат» фильмдерінде де бой көрсетті. Қазір Меруерттің жасы 25-те. Кейінгі уақытта көгілдір экраннан Меруертті көрмей жүрміз десек те, жас актрисаға басқа да режиссерлардан фильмге түсуге ұсыныстар болыпты. Алайда оған ұсынылған фильмдер көбіне трагедия, сценарийі ауыр болғандықтан оның ата-анасы түсуге рұқсат бермеген екен. Достар, осыдан 17 жыл бұрын қалың көрерменнің көзайымына айналған «Жаралы сезім» фильміне арналған шығарылымымыз осымен тәмам. Сіздерге тың деректер мен қызықты мәліметтер бере алдық деген үлкен үмітіміз бар. Келесіде қандай фильмді талқылағанымызды қалайсыздар? Сіздердің әр пікірлеріңіз маңызды. Келесі кездескенше.